Күш атасы десек, әлбетте есімізге Қажымқан Мұңайтпасовты еске аламыз. Алаштың атын әлемге әйгілеткен палуанның туғанына биыл 150 жыл. Мерейтойлық датаға орай Саран қаласында дөңгелек үстел өтіп, Таутұлғаның аңыз ерлігі, алыптың ерлігі айтылды. Қажымқан Мұңайтпасұлы күрестің бірінші түрінен әлем чемпион атанған тұңғыш қазақ алыбы. Орасан күш иесінің 150 жылдығына арналған дөңгелек үстелге Саран, Қарағанды, Теміртау қалаларының, колледж, жоғары оқу орнының дене шынықтыру спорт саласында еңбек ететін мамандары, оқытушылар қатысты. Теңдессіз өнермен жер шарын аралап, 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған күш атасы Қазақстан халқының мәдени құндылықтарын сақтау және келер ұрпаққа өнегелі тәрбие беруге таптырмас қазына дейді білікті педагогтер. Өте көптеген ақпараттар, өте көптеген мағлұматтар алып, өте студенттерге, болашақ жастарға өте жақсы бір үлкен іс-шара өтті деген ойдамын. Көптеген жарыстар өтеді. Осы Қажымқан атамыздың музейі бар. Тағы да үстіне қосып, әрмен қарай дамытып, осы жөнінде ғылыми істер, ғылыми мақалалар, докторлық жұмыстар жазса, сонымен қоса осы жастарымыз осы еліктесе, осы батырымыздың, осы атамыздың өмір жолын әрмен қарай насихаттап, кеңінен таратса. Қажымқан Мұңайтпасұлы қазақ елінің атын жер тарапқа шырқатқан аңыз адам. Осындай аса жоғары теңеуге лайық алып тұлға туралы академик Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв мектебінің оқытушылары баяндама жасады. Ел аузында аңызға айналып кеткен тарихи сәттер қамтылып, Қажымқанның әншілік, шығармашылық өнерге жақын екендігіне нақты деректер айтылды. Қажымқан Мұңайтпасұлының 150 жылдығына арналған бүгінгі мынау іс-шарамыз өте орынды. Барлық қазақ елінің тойлайтын іс-шарасы ол. Сондықтан да бұл кісілердің өтерлік үлгі аларлық жолдары көп. Бұл кісі тек қана күрес жолында емес, жаңағы естіп жатырмыз, өлең жолында да, өнер жолында да жүрген, циркта көрсеткен өнерлері бар. Өте айтарлықтай өнері өте көп. Ашық алаңда бас қосқан спорт саласының білікті мамандары, білім саласының қызметкерлері Қажымқан Мұңайтпасовтың тек білек күш иесі ғана емес, оның парасатты, зейінді адам болғанына сенімді. Өйткені дерек пен дәйектер қашанда аңызға айналары сөзсіз. Мақсат Бейсенаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.